Менің атым Шырақ. Мен көшпенді сақтар заманында өмір сүрген қарапайым малшымын. Бірақ менің атымды ұрпақтарым 2,5 мың жылдан кейін де еске алып жүретін болады. Біздің заманымызда Парсы елінің Дарий деген патшасы өзінің мұздай қаруланған 700 мың сарбазымен біздің жерге басып кірді. Менің ауылым олардың жолында бірінші болып тұрған еді. Парсы әскері халықты аямай қырып салды. Сол ұрыста менің жұбайым да қаза тапты. Сол кезде мен жұбайым үшін кек қайтарамын деп серт бердім. Әскери кеңесте Дарийдің әскерін жалғыз өзім тоқтатамын деп жоспарымды ұсындым. Тек мен қайтыс болғанда балаларыма қамқор болыңдар деп жолға шықтым. Құлағым мен мұрнымды кесіп тастап Дарийдің әскерінің алдына шықтым. Сақтар мені қинап осындай халге түсірді. Енді олардан кек алу үшін сіздерді қысқа жолмен олардың отырған жеріне алып барамын деп алдадым. Бірақ мен оларды ең алыс жолдармен жетектеп соңында шөл далаға алып келдім. Аштық пен шөлден Дарийдің жарты әскері әлсіреп қырылып қалды. Маған ашуланған Дарий менің басымды шауып тастады. Осылайша мен халқымды сақтап қалу үшін өзім құрбан болдым. Дарийдің әскері кері айналып қайтуға мәжбүр болды. Ұрпақтарыма айтарым, өз отаны үшін отқа түсуге дайын ерлері бар елдің болашағы жарқын. Тіпті бір малшының өзі 700 мың әскерді жеңе алды. Сенің де қолыңнан барлығы келеді деп сенемін. Видео ұнаса арнаға жазылып қолдау білдірулеріңізді сұраймын.